Сәлеметсіңдер ме, балалар? Мен Күлайым Тошыбайқызы боламын. Балалар, бүгін біз қызықты саяхатқа шығамыз. Білім беру саласы қатынас бөлімі сөйлеуді дамыту. Ұйымдастырылған оқу қызметіміздің тақырыбы ғарыш әлеміне саяхат. Мақсаты балаларға ғарыш әлемі жайлы түсінік беру. Ғарыш әлемі және оның құпия сырларына деген қызығушылықтарын қалыптастыру. Өз ойларын толық жеткізіп, әңгімелеу дағдыларын пысықтау. Балалар, орнымыздан тұрып, жаттық шеңберін жасап алайық. Жарайсыңдар, балалар. Қайырлы күн, әрқашан күн сөнбесін, күн жылуын төге берсін. Күндей жарық, көңілді күн кешейік. Бәріміз тату, дос болып өсейік. Балалар, біз бүгін қызықты саяхатқа шығамыз. Ендеше видеоға назар аударайық. Ғарышта адамдар өмір сүре алмайды. Онда өте ыстық немесе өте суық болады. Адамдардың тіршілік етуіне қажетті су, жылу, жарық, тіпті ауа да жоқ. Ал ғарыш кемесінің ішінде адамдардың жердегідей өмір сүруіне барлық жағдай жасалған. Алайда онда кез келген уақытта ақау пайда болуы немесе күтпеген апаттық жағдай орын алуы мүмкін. Мұндай кезде скафандрдың ішінде ауаның мол қоры бар. Ол ғарышкерді ыстықтан, суықтан және шұғыл өзгерістерден қорғайды. Онымен тіпті ашық ғарышқа шығуға болады. Ал ғарышкер кемеден тым алыстап кетсе, жолдастарымен кез келген уақытта радио байланыс арқылы хабарласа алады. Ғарыштық зымырандарда өзгеше қозғалтқыш болады. Ол үш бірдей баспалдақтан тұрады. Әр баспалдақта қозғалтқыш пен оттың фактері бар. Бірінші болып қозғалтын және жұмыс жасай бастайтын ең төменгі баспалдақ. Соның көмегімен зымыран жоғарыға көтеріледі. Ұшар алдында зымыран бактеріне толтырылған жанармай тұтандырылады. Ол жанып газға айналады. Жоғары қысымның әсерімен газ зымыранды итеріп аспанға шығарады. Отын жанып бітіп бак толған уақытта төменгі баспалдақ істен шығады да екінші баспалдақ жұмыс істей бастайды. Дәл осы кезде зымыран жылдамдық жинап, өте күшті ұшады. Отын біткен кезде екінші баспалдақ қосылады да ең соңғы үшінші баспалдақ қосылады. Осы сәт бірінші ғарыштық жылдамдық қосылып, кеме ашық теңіздікке шығады. Дегеніміз ауада қалықтап жүрген майда су булары. Ал олар неге жерге құламайды? Өйткені су ауадан ауыр ғой деген сұрақ туындайды. Бұның жауабы мынадай. Бұлттардың құрамындағы су тамшыларының майдалығы соншалық жылы ауа оларға жердің тартылыс күшіне қарағанда көбірек әсер етеді. Аспандағы жылы ауалардың күшімен
бұлттар буырқанып, топтасып көшіп жүретіні сондықтан. Дегенмен, бұлттар көбейіп, күшейетін болса, ауа оларды ұстап тұра алмайды. Нәтижесінде тамшылап жерге түсе бастайды. Жаңбыр, қар, бұршақ болып жауа бастайды. Жарайсыңдар балалар, олай болса, видеоны көріп болса, мен сендерге сұрақ қояйын. Зымыран мәшинеге ұқсайды ма? Дұрыс айтасыңдар. Зымыран мәшинеге ұқсамайды. Зымыран қайда ұшады? Дұрыс айтасыңдар. Зымыран ғарыш әлеміне ұшады. Оны кім жүргізеді? Оны ғарышкерлер жүргізеді. Ғарышта нелер бар екен? Жарайсыңдар балалар, сендер дұрыс айтасыңдар. Ғарышта аспан, жұлдыз, ай, күн бар екен. Балалар, олай болса, біз кішкене сергіп алайық. Кәнекей балалар, сергіту жаттығуын жасап алсақ, дыбыстық жаттығуларын жасайық. Кәнекей мен айтамын, сендер өңінен қайталаңдар. Ақ, 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 ұшты ұшақ. Ран, 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 ұшты зымыран. Зу, 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 зуылдайды ұшақ. Зым, 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 зуылдайды зымыран. Балалар, бүгінгі ұйымдастырылған оқу қызметіміз осымен аяқталды. Сау болыңдар.